Сәлем достар, бүгін дәмі тілі үйретін, бір жегеннен сізді ғашық қылатын меренге қосылған лимонды тарт дайындайтын боламыз. Каналға тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. 3 жұмыртқаны ағы мен сарысынан ажыратып аламыз. Ағуызын әзірге тоңазытқышқа қойып қоямыз. Лимонды крем дайындау үшін жұмыртқаның сарысына 3 ас қасық жүгері крахмалы, 250 грамм қант және де кішкене сүт құйып, қантымыз ерігенше араластырамыз. Екі лимонның цедрасын үккіштен өткізіп, кремімізге қосамыз. Енді оттың орташа жылдамдығына қойып, сүтімізді толықтай құйып, кремді үзбей араластыра отырып, қоюланғанша отта ұстаймыз. Кремді отта бір қайнағанға дейін ұстаймыз. Қайнай бастаған кезде оттан алып, 2-3 минуттай тағы да араластырамыз. Себебі ыдыстың ыстығымен де түйіршіктер жиналып қалуы мүмкін. Кремнің бетін пищевой пленкамен жауып, бөлме температурасында суытамыз. Қамырын дайындау үшін електен өткізілген ұнға қант және де бөлме температурасындағы сары майды қосып, жақсылап қолымызбен араластырамыз. Сары май мен ұнымыз толықтай біріккен соң, үстіне салқын суды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр кішкене қолға жабысатын болып шығады. Қамырды илеп болған соң, целлофанға орап, 30 минутқа тоңазытқышқа жібереміз. 2 лимонның шырынын сығып дайындап аламыз. Қамырды қалыңдығы 1-2 см болатындай етіп, оқтаудың көмегімен жаямыз. Енді формаға салып, мендегі форманың диаметрі 24 см. Форманы дөңгелетіп, 3-4 см болатындай етіп, бортик жасаймыз.
Қамырды пешке салған кезде көтерілмес үшін шанышқының көмегімен тесік жасап шығамыз. Қамырды 180 градус қызып тұрған пешке 10 минутқа жібереміз. Ақуызды тоңазытқыштан алып, үстіне қант ұнтағын себе отырып, миксердің төменгі жылдамдығынан жоғарғы жылдамдығына дейін асыра отырып, толықтай қоюланып, біркелкі қою массаға айналғанға дейін араластырамыз. Ақуыздың дайын болғанын тексеру үшін, егерде ыдысыңыздан төңкерген кезде түспейтін болса, онда дайын болды деген сөз. Кремнің үстіне лимон шырынын және де сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Қамырды пештен алып, үстіне кремімізді құйып, біркелкі етіп жаямыз. Содан соң кремнің үстіне ақуызға әдемі пішін беріп, толықтай жағып шығамыз. Ақуызға әдемі форма беру үшін кремге арналған шприцті қолдансаңыз болады. Енді 170 градус қызып тұрған пешке 15 минутқа ақуызымыз қызарғанша жібереміз. Пирогта 2 лимонның барына қарамастан өте нәзік әрі дәмді болып шығады. Қарапайым тағамдардың көмегімен өте ерекше әрі дәмді десерт жасап үйреніңіздер. Міндетті түрде дайындап, комментарийға бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.